Брось что-то, я не пример. Брось что-то, залетел. Как тихо. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Көптен күткен бастаушыларға арналған тегін онлайн марафонымызды бүгін бастаймыз. Бүгін бірінші сабақ бізде. Бастамай жүріп бір нәрсені айта кетейін. Осы марафон барысында тендерге қатысты кейбір термин сөздерді мен сіздерге де маған да түсінікті бір тілмен сөйлейтін боламын. Кәдімгі орысша араластырып, кейбір сөздерді түсінбей қалса, қазақша да түсінбей қалуымыз мүмкін, сол үшін орысша араластырып сөйлейтін боламыз. Енді одан кейін осы марафон барысында, марафон бізде 5 күн болады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші күнге дейін аяғына дейін отырған кісілерге мен сыйлығым бар. Даже осы видеодан кейін де мен бір сыйлық жасаймын. Сол үшін кішкене белсендірек, репост жасап, видеоларда лайк басып, комментарий жазып отырсаңыздар, сіздерде сол сыйлықты алуыңыз мүмкін. Сіздерден өтінетінім, видеоны көріңіздер, тендер деген не екенін білмесеңіздер, түсініп алыңыздар, білімдеріңізді арттырыңыздар. Карантинде сіздер үйде отырғаннан кейін біз осыны білсінші, тендер деген не екенін білсін, олар ақша табуды үйренсін деген ниетпен жасалармыз. Үйде уақытын құрып, босқа өткізбей, бір білім алсын деп тегін жасалармыз. Кеттік. Бүгінгі біздің бірінші сабағымыз тендер деген не? Жалпақ тілмен айтайын, бір заңнан бүйтіп дәлел келтірмей қояйын, жалпақ тілмен түсінікті қылып айтайын. Тендер деген бір мемлекеттік мекеме бола ма, ұлттық компания бола ма, бір компанияның өзіне керек бір товарды базардан барып прямой сатып алмай, бір арнайы бір сайтқа немесе бір газетке жариялау арқылы сатып алатын болса, осыны тендер деп атайды. Мысал үшін, бір мектеп өзіне бір компьютер сатып алады. Компьютерда характеристикасын жазып қояды, сипаттамасын, мынандай компьютер керек, экраны мынандай, Core i3 деген сияқты, процессор, анау бәрін жазып қояды, и мен 200 теңге беремін бір компьютерге. Сосын сіз сияқты бір ИП болмаса бір ТО оған қатысады. Мен саған бұл компьютерді 180 мыңға әкеліп беремін. Сосын басқа бір ТО айтады, мен бұны 150 мыңға әкеліп беремін. Кімнің қайсысының бағасы төмен болса, сол жеңімпаз болып, сол тендерді заказчикпен бірге договор жасайды. Мінекей дәл осылай сіздер ұтып алып, сіздер жұмыс жасаңыз. Енді тендерде қандай товарлар жарияланады? Мен қазір бір нәрсе айтайын. Сіздің айналаңызда қандай товар бар болса қазір, яғни сіз бүйтіп қараңыз айналаңызға. Қандай товар бар болса, соның барлығы тендерде бар. Түсінікті ғой? Работа, услуга плюс, яғни сіз өміріңізде естіп көрмеген товарлар бар да, сондайлар да бар. Сіздің айналаңыздағы товарлар, бүкіл біздің айналамыздағы, сіздің, менің, бәріміздің. Еще плюс сіздер ешқашан түсінбейтін товарлар бар да, көрмеген товарлар бар. Мысал үшін сіз бір мебель сатуыңыз мүмкін, кафель сатуыңыз мүмкін, болмаса бір краскілер сатуыңыз мүмкін, лампочка сатуыңыз мүмкін, немесе машинаның автобөлшектерін сатуыңыз мүмкін. Сол заттардың тендерлеріне қатыссаңыз болады. Ол өте көп. Кейбір, мен сіздерге айтайын, 200-300 мыңға дейінгі суммадағы тендерлер қатыспайды ешкім. Мен сенбейді ондай бар. Миллионда сондай тендерлерге қатысқысы келеді адамдар. Сондай тендердің сіз көбірегін ұтып алсаңыз, сіз уже, мысалы үшін бір айда 10 тендер ұтып алыңыз. 10 тендер уже бір айда 2 миллион. Сіз 2 миллион сауда жасадым деген сөз. Кез келген Қазақстан азаматы тендерге қатыса алады ма? Әрине қатыса аласыз. 18 жасқа толған болсаңыз болды, сіз тендерге қатыса аласыз. Ол үшін не істеу керек? Бірінші, ЭЦП ключ аласыз. Соннан аласыз. Қазір соның барлығы жабық, карантинге қарай. Енді сіз өз еркіңізбен egov.kz сайтына кіріп, сол жерден ала аласыз. Ол жерде видео инструкциясы да бар, қалай алу керек екенін. Одан кейін барып ИП ашасыз, немесе ТО ашасыз, оның документтерін жасайсыз, банктен счет ашасыз. Банктен счет ашып болғаннан кейін барып порталға, яғни госзакуп порталына тіркелесіз, регистрация жасайсыз. Содан кейін барып тариф қосасыз. Осы 5 основной 5 осы жұмыспен сіздің жұмысыңыз бітеді. Одан кейінгі жұмыс уже сіз өзіңіздің салаңыз бойынша тендер іздеу, оның бағасын көру, дұрыс па, дұрыс емес па, жақсы баға ма, жаман баға ма, арзан ба, қымбат па, қай жаққа жеткізу керек. Соның барлығын сіз іздеп, тендерді іздеп, содан кейін тауып, документациясын оқығаннан кейін біле алатын боласыз. Одан кейін ол нормальный болса, соған заявка жібересіз, ұтып алсаңыз, соны орындайсыз. Бұның барлығы документальный болады.
еще документтің бәрі, сіз ойламаңыз документальный болған кезде бір ойбай қағаз басты көп, жоқ, барлығы электронный қазір. Электронный барлығы компьютермен жасалады. Сол үшін мен біздің қазақ балаларымызға айтамын да, наконец-то бір компьютер шықлап, компьютермен жұмыс істейтін адам болыңыздаршы өтініш. Көп кісілер бізде компьютерді білмейді әлі. Мынау соңға барасыздар ғой. Соңға барған кезде очередьте тұрады. Оның бір 70-80% ол жерде очередь. ЭЦП ключ алу үшін тұрады, немесе адресный справка алу үшін тұрады. Оны кез келген компьютер бар адам өзінің үйінде отырып ала береді қазір. Сол үшін ана жерде 100 шақты, 200 шақты очередь создавать етіп тұрады. Ол компьютердің білімсіздігін көрсетеді адам. Сол үшін компьютерлік білімдеріңізді арттырыңыздар. Кеттік. Тендерге қатысу үшін не істеу керек? Мен жаңа поэтапны айттым, енді кішкене бір толығырақ айтып кетейін да. Мысалы үшін сізде бір ИП бар, сол ИП-мен қатыса берсеңіз болады. Регистрация жасап болғаннан кейін, сіз өзіңіздің салаңызда товарыңызды, немесе услугамен айналысатын, соның өзінің бағасын білесіз, соны шығарып аласыз. Сол бойынша тендерлер іздейсіз. Тек қана бізде ойлап қалмаңыздар, госзакуп қана жоқ. Госзакупымыз ұлттық компаниялардың тендерлері бар. Госзакуптан бөлек. Одан кейін частный компаниялардікі бар, бумажный тендерлер бар. Мысалы үшін соның бәрінен өзіңіздің салаңыз бойынша іздесеңіз, сіз өте көптеген тендер тауып аласыз. Сол үшін документальный жұмыс істеп үйреніңіз. Мысалы, ұтып алғаннан кейін сіз келісімшарт жасайсыз онымен. Келісімшарт жасағаннан кейін ол келісімшартты барлығы жасалады. Жазылады барлығы. Ақшаны мынанша күнде төлейді, табады мынанша күнде әкеп береді, табады әкелінке мынандай құжаттар қою керек деген сияқты. Барлығы жазылады. Сол табарды апарып береді, сол договорды оқығаннан кейін сіз уже білесіз уже. Сосын бар табарды апарып бергеннен кейін қол қойылады, табарды қабылдау актісі болады, соған қол қойылғаннан кейін барып сіз мінекей. Мен табарды, тендерді бітірдім, орындадым. Сіз орындап болғаннан кейін солдан кейін барып сізге ақшаңызды ИП-нің немесе тоғыңыздың счетына аударатын болады. Енді біз келесі сабақта осы бүгінгі үйренген нәрсеміз бір қайталап жүрек. Тендер деген не екенін түсіндік. Одан кейін тендерге қалай қатысу керек, және қандай товарлар бар, сосын кімдер қатыса алады. Енді келесі сабақта біз ИП тоғы деген не, онымен қалай жұмыс жасаймыз, оны ашу үшін не істеу керек. Одан кейін барып ИП мен тоғының айырмашылығы қандай, қайсысымен тендерге қатысқан жақсы. Одан кейін налогтар қандай, осындай сұрақтарға келесі сабақта біз тоқталатын боламыз. Мен сіздерге сабақ бітпей тұрып бір нәрсені айтайын. Осы видеоны мына жерде самолетті басу арқылы өзіңіздің парақшаңызға репост жасап, мені белгілеп кетіңіз. Сосын осы видеоның астына комментарийге үйде тендер деген хэштегі арқылы жазып пікір қалдырыңыз. Және осы видеоның астына пікір қалдырғандардың арасында мен бір курс ойнатамын. Және 5 күн осы бізде марафондағы 5 күн бойы барлық марафонға осы сабақтарға қатысқан адамдардың арасынан тағы да бір курс ойнатамын. Білім алыңыздар, үйреніңіздер, сау болыңыздар. Кэш на улице каждый день, брось что-то, я не пример, брось что-то заледенел, так тихо родился мир.